Ассалаумағалейкум. Қазір дайындағалы отырған хорсты жай ғана хорс емес, тәтті чипсылар деп атағанды жөн көрдім. Бұл чипсыларды балаларыңыз мультфильмді көргенде немесе жас жұбайлар тәттіні жақсы көретін киноны бақылау барысында тіске басар ретінде пайдалансаңыздар болады. Өте зиянды, қоспалары көп, өте майлы. Картоп чипсыларын пайдаланғанша балапандарыңызға осындай тәтті чипсыларды дайындап бергендеріңіз жөн. Ал бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен 2 стакан ұнды елегіштен өткізіп, 2 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз, 1 жұмыртқаны салып, жылы суды қолдана отырып, қамырымызды тез илеп аламыз және оны 10 минутқа қалдырамыз. Кейін майымызды құйып, қызу барысында қамырларыңызды өз қалаған күлшеңізге бөліп жайып аласыздар. Мен 3 шағын күлшеге бөлдім. Және де қандай сіздерде форма болса қолдарыңызда, менде жүрек тәрізді форма бар. Сонымен әдемілеп барлық күлшелерімізді тез кесіп даярлап аламыз. Міне барлық дайын болды. Қызып тұрған майға кесіп алынған жүрекше қамырларымызды салып, әлсін араластыра отырып, сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Міне менің тәтті чипсыларым дайын болды. Оны арнайы салфетка төсеген ыдысқа салып, артық майын сіңіртіп аламын. Міне жүрек тәрізді чипсыларымыз немесе жай ғана хорстарымыз дайын болды. Ұнаса біздің каналға тіркеліңіз, қоңыраушаны басыңыз, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал балапандарға ас болсын. Сіздерге көп рахмет.